Бозала таң. Анасының құрсағынан шыға салып, алғаш көргенін есіне сақтап қалатындар бар дейді. Мен туғанда үйдің іші қып-қызыл еді, деп айтыпты дейді біреулер. Білмеймін. Өз басым ондай алғыр данышпан емес екенім анық. Өйткені есім қай уақытта кірді, тұңғыш рет көрген біргенімнен есімде не қалды, деп ар үңілем, бер үңілем, ештеңе таппаймын. 3 жас, 4 жас бәрі бұлдыр, бұлыңғыр. Тек әйнек апам мен арқасына көтеріп келе жатқанда, бір аяғымның калошы түсіп қалып, кемпір байғұс келе жатқан ізімен қайтып, әлгі түсіп қалған калошты іздегені еміс-еміс есімде. Әйнек апамның арқасына жармасқаныма қарағанда, әлі өз бетіммен еркін жүгіріп кете алмайтын кезім болуы керек. Ал Мұртазаның Гришка дейтін орыспен сөйлескенін анық білемін. Біздің үйдің күншақ қабырғасы. Мұртазаның үстінде өңірін қараши барқытпен көмкерген жосалы сары тон, басында дәл сондай теріден тігілген телпек, оның жиегі қара қозының елтірісі, сақалы сарыдан қызғылттау. Қасында Гришка. Мұртаза қойтасының үстінде отыр. Гришка түрегеп тұр. Сірә көктемнің әлі дүмбіл кезі болар. Өйткені күншуаққа сүйсініп, тамға арқамды сүйеп, мен де шоқиып отырмын. Гришка ұста, ағаш ұстасы. Біздің үйдің алдындағы Әміреқұлдың үйі қазір ұстахана. Күнбатыс жақ бөлмесі ағаш ұстаханасы. Күншығыс жақ бөлмесі темір ұстаханасы. Бір жағында Гришка, бір жағында Нәметқұл. Қазір әңгіме сол Нәметқұл туралы екенін шамалаймын. Мен әдейі тыңдамасам керек. Бірақ жаныңда екі үлкен кісі сөйлесіп отырса, құлағыңды қалай тығындап қоясың? Гришка қазақшаға судай. Гришка айтады: Нәметқұлдың Зülейхасы өлгелі 1 жылдан асып барады. Назипа дейтін қызы да шетінеп кетті. Баласы Байбосын екеуі ғана. Енді бірдеңе істемесек болмайды, Мұреке. Оның рас, дейді Мұртаза. Мен де көптен ойланып жүрмін. Мына қырғыз жақта менің Нұралы дейтін жездем бар. Сол айтады: біздің ауылда бай өлген басы бос бір әйел бар. Нәметқұлға қол келеді дейді. Онда тездетіп сөз салыңыз, обал болады, дейді Гришка. Ал енді осы Гришканың бір ұлы бір қызы бар. Ұлы менен үлкендеу. Аты Гришка. Орыстар қызық. Әкесі Гришка, баласы да Гришка. Немене, ат жетпей ме? Осыны Айша айтып еді Мұртаза. Әкесі атым өшіп қалмасын деп, баласына өз атын береді, деді. Атым өшіп қалмасын дейді. Әліме қарамай мен. Мұртаза ше, ондай уайымы жоқ па? Менің атым онда неге барысқан? Неге мені де Мұртаза деп атамаған? Деймін. Кейін, Мұртаза да дүниеден өткеннен көп кейін. Мен бұл сұрақты Айшаға айтып едім, ол: сен барда, Батырхан барда, Мұртазаның аты өшпейді, деді. Неге екенін білмеймін, құрмашты атамады. Гришканың қызының аты Наташа, менімен жасты. Ағаш ұстаханаға барғанымда, үлкен Гришка ұзын тақтайды сүргілеп, үскілеп жатады. Содан шиыршықталып, жіп-жіңішке жаңқа ұшып түседі. Оны Наташа сап-сары шашына байлап, әшекеленіп алады. Менің басыма да орап қояды да, сықылықтап күледі. Содан соң кіші Гришка, Наташа, мен үшеуміз Бердімбет сайының қабағына барып, шытыргүл тереміз. Жабайы Үпілмәліктің қырмызы гүлін, Меңдуананың қауашағын жұлып аламыз. Меңдуананың гүлін көк көбелек қонып отырады. Соны ұстамақшы боламыз. Көбелек ұшып кетеді. Айда кеп қуамыз. Ұстатпай қисалаңдап ұшады. Біз де қисалаңдап жүгіріп жүріп, кейде құлап қаламыз. Сайдың табанына күмістей жарқырап ағып жатқан бұлаққа барамыз. Бірақ көбелек жеткізбейді. Сөйтсе оларда қанат бар, бізде қанат жоқ екен. Адамға Құдай бәрін бергенде қанат бермегені қалай? Оны несін аяды екен? Біз түсінбейтін жұмбақ көп. Қазір таң қаламын. Сонда біз 4-5 жасар орыс пен қазақтың балалары қай тілде сөйлестік екен?
түк те есімде жоқ. Менің орысша білмейтінім анық. Ана орыстың балалары да қазақша біле қоймайды. Сонда қалай түсіністік? Ғажап. Бірақ ертеден кешке дейін бірге ойнайтынымыз зайыр есімде. Сірә 4-5 жастағы балалар бірін-бірі тілсіз-ақ түсінетін ерекше бір қасиет болса керек. Өсе келе үлкендер сол қасиеттен айырылып қалып, менің тілім, сенің тілің деп дауласкер дертке ұшырайды екен ғой. Гришкалар бір түнде ұшты-күйлі жоқ болды. Әкемнен сұрап едім, көрші ауылға көшіп кетті деді. Сөйтіп үрпек сары бас достарымнан айырылып, кәдімгі мұрынбоқ қара домалақтардың арасына барып қосылдым. Жападан жалғыз жүре алмайсың ғой. Енді шамаласам, сол 1937 жылдың 1 майы болу керек. Мұртаза мені көрші ауылға ертіп барды. Мейрам екен. Ондай мейрамды бірінші көру-ау деймін. Халық қара құрым. Бәрі қызыл-жасыл киінген сияқты. Бір әсем дүние, ән, күй. Балуандардың күресінде сонда көрдім. Ат бәйгесі болды-ау деймін. Адамдар ақ түйенің қарны жарылғандай мәз мейрам. Содан кенет әлгі шыжандай көптің ішінен кіші Гришканы көзім шалып қалсын. Оны байқамастан едім. Не көп, бала көп. Бірақ шашынан таныдым. Қап-қара торғайлардың ортасына бірақ бас торғай кіріп кеткендей ғой. Қолымнан ұстап тұрған Мұртаза әлденеге назар ауып, менің қалай сытылып шығып кеткенімді байқамай қалды-ау деймін. Құлдыраңдап отырып, ақ бас балаға барайын. Ол да таныды. Қуанып кетті. Қолымнан қысып ұстап алып шықты. Сөйтсем, сары шашты адамдар көп екен. Тілдерін түк түсінбеймін. Әсіресе әйелдері қызылала киініп, асыр салып билеп жүр. Біреу дарылда тас созып, қобдиша сияқты бірдеңе тартып отыр. Бір орыс әйел, «О, баранчук, хорош» деп маған дөп-дөңгелек тәтті нан берді. Тәттілері көп екен. Айша тігіп берген помази көйлектің төс қалтасына әлгі әйел кәмпитті толтыра салды. Тағы салатын еді, басқа қалтам жоқ екен. Шалбарымды сипаласам, бітеу, қалтасы жоқ. Содан кіші Гришка екеуміз қол ұстасып араламаған жеріміз жоқ. Бір орыс тұмылдырықтаған қоңыр аю жетектеп, оның ойнақтатып жүр екен. Аю біресе адам сияқты қосаяқтап түрегеледі. Біресе көктің үстіне домалап, басымен жер тіреп, тоңқайып тұрып аунап түседі. Мұндай қызықты көрмеген басым, әлгінің қасынан шыға алсамшы. Бірақ жақындауға қорқамын. Кіші Гришка қорықпайды екен. Жанына барып кәмпит беріп еді, аю қағып салды. Басын иіп, тізесін бүкті. Рахмет дегені болса керек. Ал кеп күлейік. Дүниеде күлкі жақсы. Кім күлсе ол күлсін. Қазақ па, орыс па, бірден түсінесің. Мына көп орыстың бір-бірінен не айтып, не қойып жатқанынан дәнеңе де ұққан жоқпын. Күлгендерін бірден түсіндім. Күлгіге тілмәш керек емес екенін баланың шала миымен ақ біліп қойдым. Сөйтіп, дүниені ұмытып, аюдың қызығына беріліп тұрғанда жұрт тарай бастапты. Әкем тұрған жерге жүгіріп барсам, жоқ, ал кеп бақырайын. Әлдекімдер, «Ей, мынау кімнің баласы? Адасып қалған ғой», десті. «Кімнің баласысың?» Біреу еңкейіп бетіме үңіледі. «Мұртазаның. Әкең жаңа сені іздеп жүрген», деді біреу. Енді біреу жан-жаққа қарап, «Әне, анау бір топ кісінің ішінде болар», деп күншығысқа біздің ауылға кетіп бара жатқандарды көрсетті. Бақырып, Таңыртауды басыма көтеріп, әлемді жаңқырықтырып жүгіріп келемін. Жолда бір солқылдақ жас шыбық жатыр екен. Соны іліп ала салып безілдеп келемін. Ақыры қуып жеттім. Кілең үлкен кісілер екен. Мелдехан, Пешен, Байжұман, Әліпбай, Мұса, Шақалақ, және менің әкем Мұртаза келе сала, ал кеп әкемнің арқасына кішкентай жұдырығымен түйгіштейін. Шыбын шаққан құрлы көрмейді. Жанындағылар бірден айтып келе жатыр. Одан бетер ыза болып, мәсісінің қонышын шыбықпен ұрып келемін, бақырып келемін. Бір уақытта Мелдехан ғой деймін, маған бұрылып. «Тәйт!» деді.
Мелдехан менің әкемнен үлкен. Көлкілдеген көгала сақалы бар. Басында ақ қалпақ. Ауы күйектей ақ дамбал киіп, аяғына қоңылтақ кебісіле салған. Тәйт, деді. Сені Мұртаза мойнына алабұршақ салып, Қорасанға қой айтып, әулиеге мал айтып, Құдайдан тілеп алса да, әңгіменің шырқын бұздың ғой. Кіп-кішкентай балаға дап-дардай кісінің соншалықты сөгіс айтқаны несі дегендей, басқалар тосылып қалды. Мен мына ашулы адамнан құтқар дегендей әкеме қарадым. Жаңа мені тастап кеткен аздай, енді де араша түспес пе екен деген деймін. Мұртаза мырс етіп. Мелдеке, бұл барысқанды Құдайдан жылап жүріп тілеп алғаным рас, деді. Сөйтті де қолымнан енді ажырамастай қысып ұстап жетектеп алды. Екеуміз деп-демде достасып кеттік. Мұртаза көп сөйлемейтін кісі. Қайтып мен туралы әңгіме болған жоқ. Үлкендер өздерінше өзге тақырыпқа көшті. Арт жақтан өлеңдеткен дауыс естілді. Бұрылып қарасаң, Тәшкен, оның інісі Кәрібай, Оспаналы, Төреғұл сияқты сол кездегі жастар жақ екен. Мына қулар орыстың арағына тойып алыптау, деді Пешен. Бір кезде олардың араларында шу шығып, төбелес бастала білем. Тәшкен өз бауыры Кәрібайды көкпарша сүйрейді. Оспаналы мен Төреқұл жағаласқандай болды. Пешен айғайлап, қойыңдар ей, деді. Мелдехан, қайтесің, мас шындылар сөз түсінуші ме еді, дейді. Сөйтіп, өз аулымызға да жеттік. Менің өз әкеммен бірге тойға барғаным осылай аяқталды. Ол мені бұрында талай жерге жетектеп, көтеріп барған шығар. Бірақ оларынан елес жоқ. Сол жылы қыста әлгі тойдан бірге қайтқан жетеудің 6-ы ұсталды. Біреуі олардың үстінен арыз жазған болып шықты. Жетеуден біреу. 6-ын бірдей итжеккенге айдатып жіберді. Айтпақшы, 6-ның ішінен Байжұман Қырғыздың тауына қашып құтылды. Кейін сол 1937 жылғы 1 майдың тойы есіме қайта-қайта орала береді. Әкеммен біргелесіп барған той. Бір түсінбегенім, Мұртаза мені Құдайдан тілеп алады. Сөйте тұра мені неге орыстардың ортасына тастап кетті? Іздеген көрінеді, бірақ таппай, менсіз неге ауылға қайтып бара жатты? Әлде менің көп ұзамай әкесіз қалатынды сездім екен. Әкесіз қалғанда бос болмасын, бірақ болмасын. Өз бетінше жол тауып көрсін, ащының дәмін осы бастан татып. Мына мейірім аз, қаталдығы мол дүниеге осы бастан көндіге берсін дедім екен. Егер осылай ойласа, ол ойын мен 100 есе орындадым. Мұртазаның қонышын шыбықпен сабалап, шыңғырып жылаған шолжың еркелігім, көктемде гүлден гүлге қонып, тайраңдап, сайраңдаған көбелектің лезде көз жұмғанындай ерте солды. Еңбек пен азап ештеңе емес. Жазықшы жаладан көп жарақаттандым. Арпалыстан жағам талай жыртылды. Мұртаза мені шынымен шынықтырғысы келсе, ол үміті ақталды. Шыңыраудан шыққандай халдемін. Тірмізік екенмін. Қасқырдың тарамысынан жаралғандай тырмысып, әлі тірі жүріп келемін.